Қара кемпірдің ұлы мен келіні. Сәлеметсіздер ме? Әңгімені тыңдамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әбіләзи жасынан қалжыңбас болып өсті. Қағытпа сөзге кеткен. Жүрген жерін күлкіге көміп жүргені. Үйде де сол. Қайдағыны тауып айтқыш, әзір жауабы. Анасы, жасыңда қалжыңбас болсаң, қартайғанда мылжыңбас боласың деп ескертсе де қоймайтын. Қоралы жанынан шаңыраққа ие болып қалған екеуі шешесі мен өзі. Іші пысып еріккенде тиісетіні осы қолтоқпақтай қара кемпір. Өңі көмір түстес болғандықтан шешесіне Африканка деп ат қойып алған. Күн бүгін жексенбі еді. Әбіләзидің жақсы көретін күні. Категория жизни деген кітабын түннің бір уағына дейін оқимын деп кеш тұрған. Күнде таңмен талас тұрып, ағыл-тегіл терлегенше жүгіретін. Таңертеңгілік жаттығуды содан кейін жасайтын. Ұйқыдан кеш оянғандықтан бүгін жүгірген жоқ. Бірден жаттығуға кірісті. Іште дастарханын жайып, сары самаурынды ызылдатып анасы күтіп отыр. Түнемелік қарқытқан тағамның шөлі болады. Көз көргендер қара кемпір атанған мәйіш шайқор. Бір самаурынның суын бір өзі сарқуға бар. Ал баласы шайға жоқ. Пиаласын анасына 3-4 рет ұсынады. Сонымен болды. Дегенде кейбіреулердей бетін бір сипап тұрып кетпейді. Шешесі шайға әбден қанып, көңілін бірлегенше көз алдында әрдеңені бір айтып жайраңдап отыратын. Шамасы шешесінің көңілін аулау үшін әдейі сөйтетін болуы керек. Мәйіш баласының қалжыңына кейде күліп мәз болады, кейде әңгімелері жараспай тәжікелесіп те қалатын. Бұл үйдің демалыс күнгі тіршілік тынысы көбіне осылай басталады. Былайғы күндері Әбіләзи таңертеңгі шайға қарамайды, мектебіне асығады. Әдеттегідей бұл жолы да «Африканка, как дела?» деп дастархан шетіне жайғасты. Келін болмағасын, дела қайдан дела болады? Ой, қандай контраст! Ақ дастархан, қара кемпір, сары самаурын, қызарып піскен бауырсақ, тағы не? Қолдың сары майы, апа, сенің осы сары майың барау, маған майдай жағады, жүрегіме тимейді. Керемет. Сөзді ғой, мені қашанғы алдарқата бересің. Бір аяғы жерде, бір аяғы көрде дегендей, қойдың жасындай жасым қалды. Бір жүйке басты қашан әкелесің? Қайраттақ едім, қашанғы болсын, шалдығайын дедім осы күнде. Аяғымның тамыры тартылып қала беретін болып жүр. Жаңа қорғанның тұзды балшығына апарайын, емделіңіз. Емдел дейсің бе? Мына үйге малға кім қарайды? Бір шүйке бас болса, бір сәрей. Апа, сенің арманың шүйке бас екен. Ербейіп оны қайтем? Менімен ойнама, Африканка. Мен Мыннауызге қыз аламын, білдің бе? Деп Әбіләзи он қолының 4 саусағын бүгіп, бас бармағын шошайтты. Шөпжелкелерді айғар алсын, деп өзінде бойдақ құрдасына бере салды. Сол мынауыз күйіңді енді қашан әкелесің? Қолым тимей, табаным тартпай жүр ғой. Сен осы кімге ұқсағансың, ей? Өлуге қолы тимей жүрген шешеңді әрі итеріп, бері итеріп, жығасың да отырасың. Қызық, кімге ұқсағанымды мен қайдан біледі екем? Апа, өзің айтшы, мен осы кімге ұқсаймын, а? Қарап жүргенше біле жүрейін. Қой әрі оттамай. Сопа басың сандалып жүргеніңе қарағанда итке ұқсаған шығарсың. Осыма менен естейін дегенің, қатынды мен үшін алма, өзің үшін ал. Осы жаз қолыма бір шөп желкені ұстатпағың бар ғой. Бесеу беселге пенде болып кеткен ана апаларының біріне кетіп қаламын. Білдің бе? Бұл енді баласын қорқытпақ болған түрі ғой. Жүр сосын. Кірің жуылмай, азып тозып. Он есей тегі. Қыздарыңа кететін болсаң тіптен жақсы ғой, апа. Бәрін айтта бірін айт, емін еркін
сайран салып жүргенімді айт. Иә, апа? Иә, жетсерсің. Апа деймін-ау, маған бір ой келіп жүргені. Ол не ой? Ішіме сыймай жүрген ой, үйленіп керегіне деймін де. Құдай ақына, өзің ойлашы, үйленсем мойныма құрық түсет, сосын біткенім ғой. Ол сосын қарап жүре ме? Қыңқылдап жүріп жүкті болады, сосын қайтеді, ыңқылдап жүріп бала туады, тағы да туады, туа береді. Шөпжелке шүйке бас дегендер сондай ғой, апа. Жұрттан да, өкіметтен де ұялмайды. Сосын жүргенім ғой, батпан бейнетке батып, бала шағаны қалай асыраймын деп. Жоқ, онан да сыбай салтаң жүргенім жақсы емес пе, я, апа? Осының бәрін шешесін сөйлетпек мақсатта айтып отыр. Құрсын, деп күрсінді қара кемпір. Сен, балам, осының бәрін табылған ақыл деп шынымен айтып отырсың ба? Иә, шынымен, апа. Оқуыңды бітіріп, аузыма нан салғаныңа биыл 5 жыл болды. Қатарыңның бәрі аяқтанып үлгерді. Алды, шешелерінен немере сүйгізді. Ал менің отырысым мынау, бір бәлекеге зар болып. Асылы, жігіттің нашары айғыра екеуің болдыңдар-ау. Қу дүзелеріңді құшып, қашанғы жүресіңдер ей? Ел жұрттан ұялмайсыңдар ма? Ұялғанда қайтеміз, қыздар қарамаса. Әй, онда бар ғой, көңілің соққан бір қызды сыртынан көрсетші. Құда түсейін, маған қызын бермейтін қандай жұрт екенін көріп алайын сосын. Жаманға кім қызын беруші еді? Кім жаман? Мына мен, ұлым, жаңа ғана өзің айттың ғой, апа, нашарсың деп. Мәйеш амалы таусылып, саған сөз шақ келмейтін шығар. Саған айттым не, айтпадым не, құр далаға айтқанмен бірдей, деп қатуланып сілкінді. Әбіләзиз күліп, әй, африканкам-ай менің, деп шешесін екі бетінен алма кезек сүйіп алды да телевизорға дем берді. Дегенде бір шоқыр қыз үкілері желбіреп билеп жүр екен. Әдем-ақ, бірінен бірі өткен сұлу, билері де, өздері де көзді қызықтырады. Құйқылжыған әсем қоңыр күй сарыны шалқи түсті. Мәйеш, адамай, осылардың басыбайлы байлары бар ма екен, ей? Деп баласына қарады. Ылғи да осы көйлектері көлеңдеп билейді де жүреді. Өстіп жүріп байсыз қалмаса болғаны ғой, патшағайлар. Ой, апа, қызықсың-ау. Әй, өздерін біздің жақада жіберіп алмайды ма? Ал жіберді делік, апа. Не қылар едіңіз? Біреуін қазыққа байлап, алып қалар едім. Көнеді деген. Неге көнбейді? Үйде де телевизор бар ғой, келсін де билей берсін. Ай, апа, көзі жоқ әулесің-ау. Апаламай-ақ қой. Қатынды мен өлгесін аларсың. Шешесінің көзі тірісінде аяқтанбай, көзі кеткен соң үйленіп, байғұс қара кемпірді өлтіре алмай жүр екен деп, күллі көршіге күлкі бол сосын, деп Мәйеш қыжым шапанын бүркеп теріс қарап жатып қалды. Ол енді ұлына өкпелегені. Үйдің іші тым-тырыс, қолында категория жизни деген кітап. Әбіләзиз сыртқа шығуға ыңғайлана берген. Шешесі қыжым шапанының астынан ананың көңілі балада, баланың көңілі далада деген. Менің көзім жұмылуын күтіп жүрген шығарсың, деп күңкілдеп жатыр. Әбіләзиз күліп, африканка, құрбосқа жатып алғаның не? Басың аурады ғой, деді де, не дер екен деп. Жынымды келтірмей, осы жатқаным жатқан, деді зекіп анасы. Апасы артынша шапанын серпіп жіберіп, не ғып тұрсың селтиіп? Баратын жеріңе, құры,
деді дауысы құмығып. Апа, келініңді осы қазір бұрымынан сүйреп әкелсем бе екен деп ойланып тұрғаным. Әй, қасқа бала, немене, ен салып қойғаның бар ма еді? Бары бар ғой, апа. Не дейді ойбай-ау? Олай болса, неменеге созбақтап жүрсің, а? Әне, үйленбейін десем де ойбай, үйленейін десем де ойбай. Соншама не болды? Ойбайламай қайтейін. Ал мен кеттім, Африканка. Қайда, жаным-ау? Келін әкелуге. Қандайын әкелсем екен, ей? А? Орыстан ба? Кәрістен бе екен? Жоқ әлде Хакастан ба? Африкадан әкелсем бе екен, а? Татардан ше? Ойбай, шүршіттен болса да бір бәлекейді әкеліп кіргізші. Менің жаным тыныш тапсын десең. Мәйеш енді жата алмады. Әпірмау деп бір-екі ұмтылып тұрды төсегінен, тізелері сықырлап. Жиналмай қалған дастарханда жинастырып болғасын тысқа шықса, келінді тап қазір бұрымынан сүйреп әкелемін деген ұлы көлеңкеде қаннан қаперсіз кітап оқып отыр. Кемпір үйге үндемей ғана қайта кіріп кетті. Сосын қымыз шапанын тарс бүркеніп жатып алды теріс қарап. Әбіләзи жазғы каникулға шығуына ойға алып жүрген шаруасына құмбыл кірісіп кетті. Жұмысты әдегенде үйінің іші сыртындағы сылақтарын қырып түсіріп, жаңадан сылап әктеуден бастады. Оны болғасын еденді, есіктер мен терезе жақтауларын босаға табалдырыққа дейін қалдырмай қызыл қоңыр бояумен сырлады. Лакпен майлап жылтыратты. Шарбақты қақпаны қою көк бояумен көркейтті. Қора қопсыны жөндеп, ауланы тазартты. Бәрін болып қараса үйі, қора жайы көктен түскенде жаңарып, ажарланып қалыпты. Маладес Африканканың ұлы, деді өзін өзі мақтап. Енді бір бойыңды жазып қыдыруыңа болады. Ол өзіне өзі осылай десе, қайным деп үйірсектеп ойнақлана қылмыңдап жүретін көрші үйдің келіні Мәйешті жағалады. Әжей, әжешім, балаңыз осы жазда аяқтанады-ау шамасы, қимылына қарағанда деп жетіп келді. Айтқаның келсін, қарағым. Замандасын ғой, өзінен сыр тартып көрмедің бе? Сыр тартып көрейін десем, қашқақтайды. Білгені ішінде өзін ауыздандырып жеңгелік парызынан құтылсам ба деп едім. Өш құрсын, о не дегенің ей? Ыдысың қосағыңа құт болсын. Ойнап айтам, әже. Қоя ғой бейбақ, байың барда етегіңмен ойнаймын деп, ойының осылып жүрмесін. Құдай сақтасын, әже, жай әншейін қалжыңым ғой. Басы байлаулы болғанымен бұл бар болғырдың діңкесі құрып жүр. Тәтті құмар кезі. Келсең келден кетер емес. Құраттай құлшынған жігіттен дәмелі. Оның сымбаты мен қайратына қызығатын. Телевизор көріп немесе газет-журналға шұғылып оңаша отыратын сәттерін кәдімгідей аңдып жүргені. Сондайда буы ыстық бойдақтың басын айналдырып бағады дақ. Бірақ жігіт елікпейді. Өзіне ынтызар керімнің ынтығын әзілмен бәсеңдеткен болады. Былайда қалжыңбас жігіт айта алмасын ба? Құрқыр анекдоттармен ішек сілесін қатыра күлдіріп есін алады. Қимасы бөртіп жүрген патшағардан сөйтіп құтылатын. Ол да есесін жібермейді баяғы. Кейде Әбіләзиге үй шаруасына қолғабыс тигізуін өтінетіні бар. Сондайда әзілдеген болып, кіндігің жылыға тисін, деді демі дірілдеп. Қолғабыс еткені үшін айтқан алғысы. Әбіләзи оның ойынан шығып, тілегін жандыруға көрші ақысы, тәңір ақысы деген киелі киеден сескеніп тартынадақ. Араларынан қыл өтпейтін бұл екі үй Әбіләзидің бала кезінен көршілес болатын. Шешесінің бастасы Шабыл шал мен кемпірі Әтиманың
бір баласындай болып кеткені қашан. Олар да бұны туған ұлынан кем көрмейтін. Ардан аттай салуға көңіл қошының соқпайтыны бір себебі сол. Әтиманың келіні: «Ой, әжей, балаңыз қандай қызды жетелеп келер екен?» деп күрсінді. «Қайда, қарағым, Алла бір иман жүзді балаға жолықтырғай деген ақ тілектің үстінде жүрмін ғой», деп қара кемпір де күрсінді. Содан бокс қапшыған күні-түні төмпештеумен жүрген Әбіләзей бір күні аяқ астынан жоқ болып кетті. Әнегелер, мінекелер деумен иманын айтып зәресі қалмаған қара кемпірге ас батпады. Солай алаң-жарлы болып қобалжып жүргенінде ұлы телефонмен хабарлассын. Ташкентке кетіпті. Шешесі: «Аң-таң, қашан қайтасын?» деуге ғана шамасы жетті. Баласы: «Әзір осында жүре тұрамын» деді. «Бұл саған не дейін, аман болсаң болғаны» деп іркіліп қалды апасы. Содан тағы бір жеті өткен шамада ұлы тағы да телефон шалып шешесінің амандығын білді. Бұл жолы Самарқаннан хабарласты. Ферғана, Бұхара, Үргешке барған. Амандығын білдіргенімен неғып қиырда жүргенінің мән-жайын айтайын демеді. Ал шешесі байғұс баласының бұл жүрісінің не жүріс екенін білмей шерменде болды. Қырғын қыздан тек бір қызды, сонша жігіттен тек бір жігітті ұнатқан екеуі осы жас қосылуға уағдаласқан еді. Бір-бірін ес біле бастағаннан білетін, бір мектепте оқыды. Бала 2 класс ілгері, қыз 2 жыл кейін. Бір-біріне қаршадай кездерінен ынтыққан. Баяғы қозы менен баяндай. 8-шіні бітірген жазда қыздың үйі облыс орталығына көшті. Бұл мектепті бітіруіне діни мәдениеті институтына, ал қыз дәрігерлік оқуға түсіп, екеуі бір қалада оқып жүрді. Жігіт оқуын жеріне жеткізгесін қызға қыңқылдаған. Қыз: «Оқуымды тиянақты бітірмей, өкшемді көтермеймін. Шын мендік болатын болсаң, күтесің» деп бірден кесіп айтты. Институтты бітіргесінде: «Мамама бір жылынан жегізбегесін қалай болады?» деп тағы тартыншақтады. Содан амалы қайсы, сүйген жүрек бәріне көнеді екен. Сонымен не керек? Әбіләзей қалыңдығын күдерін үзбей күтті, шыдап бақты. Айтарыңыз не? Осы жазға көзі бір қызарып, бір қарауытып әрең жеткен жігіт қалыңдығын алғашқы 24 күндік демалысына шығуына еркіне қоймай жетектеп ел асып кеткен еді. Анасына айтқан серті бойынша бұрымынан сүйреп, енді екеуінің той алдында әрі қыдырып бой жазып, әрі қалыңдық ойнап жүрген жүрістері ғой. Сайранды салып, бабалардан қалған тарихи мұраларды аралап, Гүлсінай жігітінің ойынан шықты. «Әже, әже, әже, сүйінші, балаңыз келіншек әкелді» деп тағы да тағы бірдеңелерді айтып, көршідегі келіншек таңмен талас табалдырықтан сүріне қабына аттап кіріп келсін ентігіп. «Сүйіншімді бересің ғой?» «Иә, әже» деп Мәйештің дегбірін алып барады. Мәйеш: «Не дейді жарығым-ау?» деп омалып намаз оқып отырған орнынан үш ұмтылып шақ тұрды. Жайнамаз жаюлы қалды. «Алла, Алла, шынымен бе? Жеттім бе? Жеткіздің бе?» Кемпір байғұс денесін егер алмай тәлтіректеді. «Апырау, маған не болды? Әлімнен айырылып, көңілге болмаса табан астында құлын тастаған биедей буын-буыны босап барады. Құдай-ау, өңім бе түсім бе?» дей берді апалақтап сол бойы. «Сен неғып қалшиып қалдың? Мені сыртқа шығарсаңшы?» деді сүйінші сұрай келген келіншекке ол. Ойбай-ау, шынында?» деп ол кемпірді қолтығынан алды. Екеуі сүймелдесіп сыртқа шыққанда, ана алдында айдай жарқырап, ұлы күндей күлімдеп келіні қол ұстасып тұрды. Ажары атқан таңдай, ақша маңдай, арудың сұлу лебі шарпығандай болды ма,
Мәйіш талып түсе жаздады. Айналып кетейіннің жүзі шамшырақтай екен. Қылтыңдаған шүйке бастай емес, шөпжелке бәлекей де емес, перизат па дерсің? Алла, кешіре көр, тіл аузым тасқа, деді ішінен. Қашан келінді болар екенмін деп санамен сарғайып жүрген байғұстың кәрі жүрегі атқақтап қоя берген. Еркек бала ұқсап спорттық форумда киініп алған ару тізесін бүгіп сәлем етті. Бұл даусы дірілдеп, бәрекелді, мұңсыз бол, деді. Баласы қарап тұрмай, міне, біздің африканкамыз осы. Ауданда единственный. Әкем баяғыда қой бағып жүрген кезінде Африкаға командировкамен барып ертіп келген. Содан бері біздің үйде жүр, деді әзіл қойлығына басып. Ал Мәйештің көңілі де, көзі де, басына әлі жаулық түспеген келінінде. Ұлының әзіліне жымиып күліп тұр. Мәйеш оны, келші бері құлдығым, деп құшағына қысып, екі бетінен, маңдайынан құшырлана сүйіп алды. Қадамың құтты болғай шыбыным, Алла бағыңды ашқай, деді кемсеңдеп. Тап осы сәтте Әбіләзиз де абдырап, сәмсіреген анасын аяп толқып тұрғаны. Африканка бізге қарамайын деді ме? Келінін көргесін, деді жайраңдап. Қаңғы басым, неше күн, неше түн болды. Жаман шешеңнің зәресін зәр түбіне кетірдің, деп ұлын да құшақтай алды. Алла, осы күнге жеткізгеніңе тәуба, деп кемсеңдеп жүріп, келін табалдырықтан оң аяғымен аттаттырды. Сандықта келініме деп сары алтындай сақтап жүрген су жаңа ақ жібек бөрте шәлісі бар еді. Сонымен Гүлсінайдың жүзін жасырды. Көрші көлемде жиналып қалған. Келінді жылдап күткен ақ шымылдық құрылғанда үйдің іші жарқырап сала берді. Беташар той сол күн-ақ басталып кеткен. Гүлсінайдың беті ашылысымен ағайын жасаулы дастарханды қаумалап қалған. Бабалардан қалған салт келіннің қолынан шай ішіп баталарын бермек. Бәрінің назары Гүлсінайда. Ажары, бітімі мұншама келісті болар ма? Етегі тобығынан төгілген ақ көйлек, ақ жібек шәліге малынып, ішкі жан дүниесінің нұры сыртқа теуіп, аппақ жүзі сәулеленіп отыр. Құдды адамзаттан емес, перизаттан жаралғандай жарқырауын. Енесінде еш жоқ, тіл көздің соғынан сақтай көр деп Алласынан жалбарынумен болды. Шайды бабымен сәндеп құя алар ма екен деп те қобалжыған. Келіні қысылған жоқ. Еркін. Алла жарығымның жанына жамандық бермегей деп күбірледі. Бір самаурын сарқылып, екінші самаурын бұрқырап келе қалғанда Мәйеш шіркіндердің аңқалары кеуіп қалған екен деп іште шайхұрларға күйіп алды. Көпшілікті шақырған үлкен той ертеңіне кешкілік аудан орталығында жалғыз ресторанда болды. Арнайы құрметпен шақырылған құдалар жағы келгенде бұрын көрмеген ағайындар бәрінен де Гүлсінайдың анасына таңғалып гуілдесті. Анасын көрде қызын ал деген, пай, келімі келген ақ екен. Қара кемпірге Құдай берді, баласын бокстан спорт шебері дейтін. Келінін де спорт шебері деп айтты ғой, волейболдан. Солай мекен? Мәссаған. Қызық болғанда көмірдей қара кемпірге маңдайын жарқыратып сүттей аппақ келінді бұйыртқанын айтсаңшы. Ойпырмай десейші, жаман жәутік кемпірдің аузының салымы барына не дерсің? Бала мықты ғой, бала мықты болса солай болады. Осылай гу-гу, олар осылай желпінісіп жатқанда қос құдағи құрметті төрге тізерлеп отырған. Мәйеш құдағиымен әңгімелескісі келген. Сондағысы, келінім қазан ошаққа ие бола ала ма? Кір жуа ала ма? Оқу-тоқудың ізімен кеткен бала ғой, сиыр сауа ала ма? Болды. Өмірін от басы ошақ қасында күлді көмеш күйбеңмен өткізген
жарықтықтан қайдан көсемсөз шыға қойсын. Құдағиы сыр берген жоқ. Кеудесін тік ұстап отырған қалпын бұзбай, сиыр дейсіз бе? Дән саспаңыз. Келіннің керек болса, жыланды да сауып береді дегенде, Мәйеш, Алла Құдай, деп шошып кетті. Шошыма. Келініңе екі бетімді алып салып жүріп, бәрін үйреткенмін. Ырысыңыз бар екен, келінді соқтың. Әлі-ақ қолыңды жылы суға малып отыратын болады, деп Мәйештің білегін қысып-қысып қойды. Қара кемпір болса, көңілі көкке жеткендей қопаңдады. Құдай бере салған келіні анасының айтқанында екен. Үйдің қам-қатерін игеріп әкетті. Мәйеш, шүкірім, шүкірім, деп жүріп қолындағы кілттерін, қара шаңырақтың бар майда шүйделерін келініне тапсырған. Әбіләзидің әзілмен айтқанда ұйқысы қанық, көңілі тоқ. Беззаботный коммунизмде ғұмыр кешіп жатыр. Ал келіні сиырды да сауды, кірді де жуды, тағамның да түр-түрін пісірді. Тігін машинасы да бар екен. Істі де тікті, спортымен де айналысты, дәрігерлігіне де үлгерді. Қажетінде күйеуінің велосипеді мен мотоциклінде жүргізіп жүре беретін. Қабағын шытпады, жарқылдап, күліп ойнап көңілді жүреді. Енесінің тұяғын қимылдатпай, иіліп сәлемін жазбайды. Жасы үлкеннің алдынан өтпейді. Құдайдың бергені сол. Қызық болғанда келінінің басқа да өнері барын алғаш көргенде қара кемпіріңіз шалқасынан түсе жаздады. Алла құдайлап, баласы күнде таңертең аулада тұрған турник пен гимнастикалық брусьяда ақтер көктер ойнайтын. Оған көзі үйренген. Енді оған келіні қосылды. Жылдамақ. Алғашында қарағым, бір жеріңді майып қылып аларсың деп көрген. Келіні, мамка, мен үйренгенмін ғой, ештеңе етпейді, деп жұбатты. Мәйеш сонда, Құдая тоба деген. Әбіләзи спорт мектебінде мұғалімдігіне қоса аудан боксшыларын жаттықтыратын. Спорт шебер екенін білген биліктегілер Гүлсінайды да қыздар волейбол тобының бапкеріне бекітті, дәрігерлігіне қосып. Дегендей-ақ қара кемпірдің келіні командасын облыста алға шығаруға жанын сала кірісті. Қыздарын кейде көл жағасына алып кетеді, кейде жұмыстан кейінгі кешкілікте аулаға жинап жаттықтыратын. Ойынға өзі де араласатын. Сондайда Мәйеш келінінің көзі ілеспес ұшқыр қимылына тоймай мәз болып отырғаны. Гүлсінай көкке шырқап ұшқан допты атылып барып секіріп соққанда, екпініне төтеп бере алмаған қарсы беттегі қыз тыраң етіп жығылып жатады. Сол сәтте қара кемпір де бір қопаң етіп қалатын. Өңі түгіл түсінде көрмеген қызығы. Ондайда баласы келіншегіне, Африканканы командаңа ал, Мынауский капитаның болады, деді, шешесінің арқасынан қағып. Қыздарда алайық әжені, деп, содан не керек бапкер болғалы? Көмірде қара кемпірдің сүттей аппақ келіні атанған Гүлсінай көп ұзамай қызықшыл жұрттың назарына ілікті. Уақыт өте келе оның есімі естінің де, есердің де аузында жүрді. Бір үйден ерлі-зайыпты екі бапкердің шыққаны туралы гу-гу бірте-бірте аңызға айнала бастады. Бірде Мәйеш көршісі Шабыл шал мен кемпірі үшеуі бір шақырыспаққа барған. Ду-ду әңгімеде, тілеулес көз таныстар, келініңіз инабатты бала екен. Алдына көрінуге барғанымызда қабағын шытпады. Бір бөлек бала екен өзі. Сөзі жұмсақ, көргенді жас екені сияғынан білініп тұрады, деп жүда ағынан жарыла мақтасын. Қара кемпір шақырыспақтан болып толып қайтты. Шүкірім сол деп келеді. Жолда Шабыл шал, сен бастасым, жарылып кетпей нағып шыдап келесің ей. Жаңағылардың айтқанының қалпалы жоқ. Ұлың жұрттың
10 ұлына келіннің жұрттың 10 келініне татиды. Сен Құдай берген кемпірсің әй, жарайсың. Жасыңда бейнетті көп көріп едің, еңбегің еш кеткен жоқ. Келіннің алақанына салып бағып күтуде. Одан артық не керек? Еңбек қайтты деген осы ғой деп шалқып келеді. Айналып кетейінім-ай, өзі бар ғой, баладан бөлек, деп Әтима замандасы да қосарлана бақтады. Көре қалғанымда бар-ау, осы іші бауырым елжіреп қоя береді. Өзінің тізесі бүгіліп, сәлем берген ақ әдемі. Киім киісі де тал бойына жарасып тұрады-ау. Не керек? Сол жолы Мәйіш құттықханасына қыжым шапанына сыймай келді. Сол күні келінін айналып толғанумен болды. Өмір осылай өтіп жатты. Күндердің бір күнінде ұршығын бір ауық иіріп болып, енді демалып отырған енесінің алдына басын қойып, еркелеп жатқан келіні: «Мамка, балық жегім келеді», деді алма беті бал-бұл жанып. Мәйіш: құлдығым, балық деген дүкенге түспегенмен базаршылықтардан табылады ғой, жүгіріп барып әкеле қояйын, деп түрегеле берді. Құдды құлдилап жүгіре алатындай. Өзім асып, өзім түсіріп беремін, құлдығың болайын, жолыңда жүрейін, деп шұбыртып барады. Мәйіш балықшының қызы, балықтың тәуірінде, пісіру бабында біледі. Көзінің қарасындай жалғыз келінінен қай жанын аясын. Балықты баласына базардан көтере алдырып, сойдырып, кеспелетіп, оны тоңазғышына салып қойып, күнде шетінен асып беріп жүрді. Бабына келіп піскенше келіні қашан піседі деп шыдамай кететін мамкалап. Қазаннан түсіре бастағанда қолды салып, Мәйіш үйме табақ балықты келінінің алдына қойып: «Жей ғой күнім», дейтін. Күнде осы. Келіні балық жеп отырып, бұршақтап терлейтін. Ұйқышылда болып алды. Бір күні матадан кең етек екі көйлекті өзі пішіп, өзі тігіп алып, алма-кезек киіп жүретін болды. Мәйіште қамдана бастады. Кезінде перзенттерін бөлеген құтты бесігінің теңін шешіп, келінін қасына шақырып алып: «Мынау Әбіләзизжанның иісі сіңген жастығы, мынау сүйек шүмегі, мынау шыны түбегі, мынау шыттай жаңа жаялықтары ырымға деп сақтап қойған едім», деп бір-бірлеп көрсетіп жатты. Ал Әбіләзи болса, «Категория жизни» деген серияның 3-ші шығарылымын оқып бітіріп, енді 4-шісін бастаған еді. Соны креслода жайбарақат оқып отыр. О, Дариға, не деген дәурен еді, естен кетпес.